Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, армысыздар көзі қарақты патша көңілді көрермен қауым. Отандастар қоры қолға алған тың жоба «Қандаспен келген қазына» атты хабарымыздың кезекті санын назарларыңызға сұнамыз. Елордасы Нұр-Сұлтан қаласындағы Достық үйінің құтты шаңырағында бүгінгі студиямыздың құтты қонағы Бекен Қайратұлы. Енді есімі елге етене таныс тұлғаның бірі деп ауыз толтырып айтуыма әбден болады. Оян қазақ деп елді елең еткізген журнал ашып, соның бас редакторы болып басқарған ағамыз. Ал қазір Ел газеті Егемен Қазақстанның шолушысы. Аға, ассалаумағалейкум. Құтты шаңырағымызға қош келіпсіз. Мына өз Достық үйі деген атауының өзі адамға ой салады, бір жанына жақын сөз. Өзі еліміздің ең басты құндылығы егемендігі мен береке бірлігі достығы ғой. Сондықтан осы Достық үйінде өзіңізден сұхбат сұрағалы отырмыз. Оның үстіне бүгін бір қызығы 25 мамыр. Енді әркімнің балалық балдәурені жанына жақын, көңіліне ыстық қой. Дәл осы күні мектептерде мереке, соңғы қоңырау соғылып, Алтын ұя мектебінен біреу түлеп ұшып жатса, біреу бірінші сыныптан екінші кезеңге қадам басып жататын бір қастерлі күннің бірі. Ендеше сізді әңгімені сол сіздің балалық шағыңыздан бастасақ, өзіңіз туып өскен өлкеңіз, сол балалық шағыңыздан бастап, міне ата жұртыңыз, тарихи отаныңыз, қасиетті қазақ даласына қашан қадам басыңыз, осы жөнінде бастасақ сұхбатты. Дұрыс. Біздің ел, мен туған жер. Негізінен әдебиетте Қобда бет деп айтылады. Өйткені мына Алтай тауының күнгей жағын Алтай беті дейді, теріске жағын Қобда беті дейді. Екеуінде де қазақтар мекендейді. Сол біздің аталарымыз 1860 жылдары Қобда бетін алып барған. Ал Алтай бетіне 1756 жыл барып қойған. Тамыры тереңде жатыр екен. 1871 жылы жарайды 81 жыл Абылай қайтыс болды. Сонда Абылай тірі кезінде барған. Сол кезде Абылайдың Сильван дейді, Ежен қағаздың қаттары бар. Оның бар архивінде сақталған екен, сол қаттың 5-6-ын аудардым. Сонда мынандай сөз бар. Жоңғар босап қалған жерге бөлісіп алайық дейді. Демек бөлісіп алу үшін ол жерге қасқыр мен қой өмір сүрмейді ғой. Адам бару керек қой. Сөйтіп біздің елді қысқа сабақ керейді айтайық та, соған көшуіне, сол жерде иеленіп қалуына Абылайдың ұлы саяси көрегендік ықпалы болған. Ол кеткенде несімен кетті? Малымен кетті, дәстүрмен кетті, әскери жорығымен кетті, атамен бабасымен кетті, қылышымен кетті деген сияқты. Сол жерде сонысымен өмір сүрді. Түсініңіз ғой. Енді мен туған 63 жыл, мен өзім жаңалған Қобда бетінде Байөлке аймағының бір шетінде өмірге келдім. Оныр деген ауыл еді, жарықтық. Қазақтың қаймағы еді. Халық шоғырланған жер еді ғой. Жоқ, қазақ шоғырланған жоқ, ішкерге кетіп қалғанбыз, аз ғана үйіміз, бірақ қазақтың қаймағы еді. Сол кезде бізде рухани жаңғыру толысу сол жерде еді. Бұл жерде қазақ қоғамында мынандай нәрсе бар. Ақсақал өз орнында, бәйбіше өз орнында, келін өз орнында, күйеу бала өз орнында, бала өз орнында, жылқы өз орнында, бәрі орын дейді. Баяғы қазақы қалпымыздың қылшығы қисаймаған, мұрты бұзылмаған. Дәстүр, сыйластық өз орын дейді. Сонда өстік. Мен сізге қызық айтайын. Одан кейін мен 10 жылдық бітіргеннен кейін Ұлан-Батыр қаласында әскери жоғарғы институтқа бардым. Соның ішінде бойыск артиллерияның, соның ішінде барлау геодез дейтін, картографиялық барлау. Әскери әуе күштеріне қатысты. Жоқ. Әскери былай айтқанда географиялық барлау дейді. Бұл негізі шоқандар оқыған мектеп. Бұны саяхатшылар оқиды. Жүрген жерін сызып алады. Сосын кейін бағдарды алады. 7 күнде адаспайсың. Былай айтқанда методологияны оқытты деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі мен басқа қызмет істеп жүргеніме сол оқыған методологияның әсері бар деп ойлаймын. Қысқасы мен сол 10 жылдықты бітіріп Ұлан-Батыр барған бір мұңғысы сөз білмеймін. Көрдіңіз бе? Қазақтың қозы қой өсінген ғой. Сонда қызық, бізді 40 күн неден өткіз, карантиннен өткіз, жаңағы қолыңды былай, аяғыңды былай қой деп, сол кезде 45 күннен кейін ант көтереміз. Оның тексті моңғол тілінде. Бір сөз моңғол білмеймін, Құран сияқты жаттап алдым. Жаттаңдар дейді ғой.
сол сияқты одан кейін қызық 45 күннен кейін мен жасқа келгенде таза моңғолша сөйлеп шықтым. 4 жылдан кейін моңғол тілінде өлең жаздым. Және моңғол тілінде әңгімелер емес, мына публицистика жаздым. Негізі моңғол публицистикасының өзінің бір ырғағы бар, көшпенділік. Сол ырғақпен Қазақстанға келіп түстім. Қазір сол ырғақпен келе жатырмын. Сол ырғақпен журналист болып кеттім. Міне қысқа ғұмыр осы шырағым. Сөйле Серік. Иә, жаңағы айтып отырсыз ғой, географиялық жағынан бағдарлау, барлау деп. Осының өзі ел көріп, жер көріп, атың барда жел танып, желіп жүріп, асың барда ел танып, беріп жүріп деген Қазекем айтқандай, сіз елді, жерді көріп жүріп, соның бәрі сізге ой салған шығар, ой түрткі болған шығар. Содан кейін жазу, қалам тербегіңізге қатты әсер еткен болса керек. Негізі әкемнен сұраушы едім бала кезімде. Қазақстан деген ел бар екен деймін. Біз содан неге кетіп қалдық дегенде, ол бодандықта қалып қойып, содан қаштық қой деп сөйтті. Бодан деген сөз бірінші естідім. Міне гәп қайда? Бодан деген сөз бірінші естідім. Сосын неге көштік деп едім. Біздің халық деді, қазақ орын іздеп көшті ғой деді. Қазақ орын деді. Қазақ сөйтсем, қазақ бейбіт өмір сүретін жергер ұрпағым сақтап қалатын деген сөз екен да. Сол қазақ орын өмірімде қалмайтын. Сосын біздің елде кішкентай жаңағы анандай турана тұрған бар ғой. Ана радио қабылдағыш болды. Бұнда моңғол радиосының ішінде бір сағат қазақша хабарлар береді, кешке жақын. Оны тірі адамның бәрі тыңдаймыз. Қоз жамырайды, сауын береді, қайтып қозы мен қойды жамыратудың арасында 1 сағат бар. Сол кезде бәріміз осыны тыңдаймыз. Сол кезде шағын концерт беріледі. Кімнің өлеңдері? Нұрғышевтардың. Сол кезде мына өткенде қайтыс кетті. Ескендір Қасанғалиев сол кезде тыңдайды ғой. Иә, ауыл кеші көңілді дейтін концерттер болады. Сонан кейін деп қоятығымыз. Сөйтіп біз ең алғаш Қазақстанмен ауыстандық. Сосын Қазақстанның ең бір қызығы, біз оқулықты Қазақстан бағдарламасымен оқыдық. 10 жылдық бүкіл оқулықты. Қазір осы жүйе бар ма? Жоқ, жойылып кетті. 90 жылдан жойылып кетті. Математикамызда, физиологиямызда, зоологиямызда, қазақ тіліміз, бірақ қана моңғол тілі мен моңғол әдебиеті деген сол ана жақтан оқулық басқасы бар Қазақстаннан барады. Орай келгенде айтыңызшы, енді дәл осы бағдарламалық жүйенің бұзылып кетуі немесе сақталмауы, сонда әлде де мекен етіп жатқан қандастарымыздың мына қазақ тілін, тіліміз тірегіміз, діңгегіміз, діліміз ғой. Осыны сақтап қалуына кері әсер етіп жатқан жоқ па? Әрине, есіңізде болсын. Мына адамды өзің ұстап тұрған ұстындары болады. Халықты болсын, кіміңді болсын, қауымды болсын. Соған көріп тіл ғой. Кім айтады, тілі жоғалған жұрттың өзі жоғалады дейді. Демек тіл жоғалуына әсер етіп жатыр. Өйткені оқу моңғолша ғой. Моңғолдың оқу келді деген сөз, методологиясы, тілі келді деген сөз ғой. Түсіндіңіз бе? Өйткені енді сізге қызық айтайын. Керемет айтайын. Мұны Бақытгүл біледі. Біз қазақша бітіреміз. 10 жылдықты. Бірақ сынды моңғол тілінде тапсырамыз. Сонда 21 аймақ бар. Соның ішінде ең жақсысын тапсыратын, ең жоғары көрсететін осы қазақша оқыған байлық аймағының балалары болды. Университеттің бәрін біз аламыз. Сол кезде қайтты, моңғолдарына рахмет, шет елде оқыту деген үлкен не болды. Мысалы Бақытгүлдер Ломоносовты оқыды. Ондай қазақтың өзінде жоқ мына жерде. Түсіндіңіз бе? Сосын мен жақсы білемін. Мысалы Болгарияда София қаласындағы атақты жаңағы Қабылаштың өлеңін не деп айтып едік? Өлеңін соны істейін. Былайша айтқанда әнші ғой жаңағы, опера. Әншісін 3 кісі бітіріп шықты. София консерваториясы мысалы. Қазақстанда жоқ. Сол сияқты оқыды, сол сияқты біз оқып кеттік. Қысқасы, бізде ең бірінші біздің бабаларымыздың, аталарымыздың қойған мақсат білім болды. Оқыту болды. Қазіргі жаңа Назарбаевтың айтып отырған осы ғой, бәсекеге қабілеттілік дейді. Сол дәуірде бәсекеге қабілетті болдық. Мұның деңгейінде. Қазақ балаларының қарым қабілеті, ой өрісі, зейінді, зеректігі өзгелерден оқ бойы озып тұрды дейсіз ғой. Неге? Өйткені ол тамыры қазақилықпен суарылған. Сен күрескенде қазақи руханиятпен барып күресесің. Өйткені қазір құрып отырғанымыз ана баланы суармағанымыз жоқ. Ағылшынмен, италмен суардық, орыспен суардық. Бізде жарты ұрпақ, жарты адам. Аналар бүтіндікпен күресе алмайды ғой. Түсіндіңіз бе? Сондықтан жаңа бетпе-бет келуде басым түсіп жататығымыз. Енді берірек жақындасақ, мектепте мінекей
кәдімгі оқуда озат, тәртібі үлгілі қазақтың алғыр азаматтары бітіріп шықтыңыздар. Жалпы енді одан кейінгі оқу жолыңызды, еңбек жолыңызды атап өтіп, мынау қазақ журналистикасына қалай келгеніңіз жөнінде айтып отырсыз. Ал Атажұртқа қалай, қашан келдіңіз? Атажұртқа бірден қоныс аударып келген жоқ шығарсыз. Жаңа әкемнен сұрап едім деп қалдыңыз. Жалпы Атажұрт деген нәрсе бізде арман болды. Тура кейде адамның түйсігі деген болады ғой. 89 жылы біліп қойдым, көштің басталатын. Достарым айтады ғой, енді 2-3 жылдан кейін Қазақстанға көш басталады жігіттер. Көшесіңдер ме деп. Сен айтып отырсың деп күлетін. Сол достарым айтады ғой, сен сосын неге айттың дейді. Сен сонда Қазақстанның ана құпия байланыс нүктелерімен ең болды ма, контактың? Сен шынында айтшы деп сұрайды. Ондай емес. Жалпы түйсікпен қараған адамға мына дүниеде құпия жоқ. Сонда біледі ғой. Сосын дайындалып жүрдім. Офицермін. Және жақсы офицермін. Сол үшін Моңғол армиясының жастар одағы деген бар. Моңғол соның сыйлығын алған. Озат интеллигентпін. Және Моңғолияда сол кезде бір процесс бола қалды. Совет одағы ыдырардың алдында оларда жаңағы қайта құру басталды. Ұлттық дүниесі бет бұрды да Моңғол армиясында көшпенділер соғыс өнері деген тақырып пайда болды. Шыңғыс қалай соғысты, анау қалай соғысты. Осыған сұмдық бейім болдым. Сосын ескі жаңағы бұл көне қолжазбаларын оқи бастадым ол кісілердің. Сосын осыған дайындалып сөйтіп жүрдім. Қазақстанға көш басталды. Көшіп жатыр ғой. Тағы не істеймін деп ағам бар еді. Жарықтық. Соқтың Монғолияның қазағы сөйтеді. Орысша жақсы біледі, архитектор. Парсы тілін білетін. Арабша білетін. Өйткені неге өйтті дегенде әкесі молда болсын жүргенде ғой. Өйткені үйіне барғанда парсылар бар, арабшылар бар, жаңағы бүкіл славяндар бәрін біледі. Ай сен көш деп сөйтті. Мен не бітірем дедім. Ай сен барсаң бір қазақтың саны қосылмай ма деді. Міне бірінші байлық. Сонда мен миыма болмаса қолымнан түк келмесе қазақ санын бір адамға арттырамын деген үміт болды. Қазір бір қазақ көшіп келсе қазаққа бір адам қосылды деп қарап тұрамын. Оның екінші мәселе руханият ол. Ең басты демографияға өз қосу деген. Түсіндіңіз бе? Жалпы қазақтың көшіп келу процестері. Одан кейін серік саған енді тақырыпқа тура көшейін. Мынандай нәрсе бар. Тәуелсіздік алдық қой. Елімізді қайта құру процесс басталды. Былайша айтқанда бұрынғы экономикалық жаңағы жалғанып жатқан мынаны жаңағы қоғамдық формацияға көштік. Енді бізге даму процесі керек болды. Сол үшін не істедік? Шетелден инвесторлар тарттық. Көмірге, мұнайға, тоққа, түсті металлургияға. Ал ұлттық даму үшін саған инвестор керек еді ғой. Оны ағылшын бере ме, орыс бере ме, итал бере ме? Сол көшіп келген қазақ құдайдың бұйыртқан ұлттық инвестиция дәстүрімізге, тілімізге сырттан келіп таза бұлақтай қосылған. Міне қайда жатыр. Халықтың саны көбейгені нарықтың кеңістігін кеңейтеді ғой. Саннан бұрын қайталайды. Шет елден көшіп келген қазақ, ең басы қазақ руханиятына келген инвест. Руханиятқа келген инвестиция. Сондықтан мен мысалы көшіп келдім. Көшіп келгеннен кейін маған мысалы көшіп келдім. Мен көшіп келгеннен кейін Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы деген жерге көшіп келдім. Қой бақтым. Сонда қой бағып жүріп ойлайтын. Бекен деймін. Бақ қойды. Осыны жеңіп шықсаң жігітсің. Қой жүріп қарадай ұстап қалсаң онда өзі балың өзіңе. Түрмеде отырған жоқсың. Аңсақ білген атаман екен. Осы көр. Дедім де бірінші сосын елдің бар сұрайды менен. Ай неге көшіп келдің дейді. Өйткен себебі сол ауылдың Тарбағатай ауданы қызық кетерді жаңағы 12 том энциклопедияны бет-бетімен қарап шықтым қайда барам деп. Сөйтсем Шымкент емес, Шаян емес, Бәйдібек емес, Шардар емес. 70 жыл қазақ тілінде құжат жүргізген бір аудан Тарбағатай екен. Өйткені Қытайдан келген қазақтар негізінде құрылған ауданда 60 жылғы. Осыған барайын деп осында келдім. Келсем бәрі шынында қазақша екен. Сосын сол ауданнан қой бақтым сөйтіп жүрмін. Кісінің бәрі сұрайды, сен немене көшіп келдің дейді. Түсіндіре алмаймын. Сосын кейін, осы тұрға түсіндірейінші деп өлең жаздым. Қайдан келдім, атымен неге келдім деген. Қайдан келдің дейсің бе дейді. Алтайдың ар жағынан келдім.
Байнөлгөй аймағынан келдім. Өңі бұзылмаған қазақтың қаймағынан келдім. Алтайдың өрінен келдім, Моңғолдың жерінен келдім, дастарқаны жиылмаған қазақтың төрінен келдім. Құпия сеніммен келдім, кеппеген теріммен келдім. Атамекенімді аңсап туған жерімнен келдім. Таулы алқаптан келдім, әрине алшақтан келдім. Қазақи сағынышымды тарқатқалы келдім дедім. Ойбай ау, сөйтіп келіп қалдыңыз ба дейді. Не әкелдің? Күрт әкелдің ба? Сатып алатын, халықтың тұрмыс деңгейі ғой. Жоқ. Жан мұңымды айтайыншы деп келдім. Қазақ күйін тартайыншы деп келдім. Қазақстан орыстанып кетті дейді. Рас па екен? Байқайыншы деп келдім. Алтын ордам көрейінші деп келдім. Қолым үшін берейінші деп келдім. Четте тудым, четте өстім ағайын, дәл ортаңда өлейінші деп келдім. Атамекен нұр алайын деп келдім. Шертіп бір күй қуанайын деп келдім. Сен жыласаң жоқ деп айтып тоқтаусыз. Сен қуансаң қуанайын деп келдім. Атамекен айналайын деп келдім. Күтіп алар бармағайын деп келдім. Қасіретің тұнып жасы көкейді жырың болып сорғалайын деп келдім. Дұшпандарды бұқтырайын деп келдім. Кірмелерді ықтырайын деп келдім. Шетелде жігіттер бар айбарлы, құдіретін құқтырайын деп келдім. Дүниеден бір кетейін деп келдім. Мәңгүрттерде күл кетейін деп келдім. Салт санам бар, дәстүрім бар, сіздерге ұға білсем үйретейін деп келдім. Сөйттің бе деп сұрады. Осы жерде мен бір қолыңызды алайын. Екінші, сен сонда қайдан келдің дейді. Не келдің сонда сен? Біз айтып жатырмыз ғой, ай берем деп келдің деп. Не келдің сен деп сұрайды. Сағыныш сырымда келдім, шықпаған үнімде келдім, дақ түспеген таптаза тілімде келдім, асылдың сүйегіне келдім, ғасырдың кегіне келдім, ескі қазақтың аңқау жүрегіне келдім, бабамның мұратына келдім, қажымас қуатына келдім, ескі қазақтың инабат ұятына келдім, өнердің көрмесіне келдім, қыздардың зердесіне келдім, сіздер ұмытып қалған қазақтың бейнесіне келдім. Осыны жаздым да 91 жылы Шерхан ағама жолдап жібердім. Жарық көрген шығар. Көргенде онда егемен Қазақстан ол кезде дүркіреп тұрған кез Шерхан ағамның алғы сөзімен, ол қандай сөз? Жігіт мынау, ел мынау деп. Сөйтіп, сол мақалам үш өлеңім шықты егеменге. Сонда көшіп келген адамдар бәрі қиып қалтасына сабап, бары тойға барса осыны оқып береді. Өйткені оларға қару керек қой, халыққа жауап беру керек қой. Сөйтіп тойға барса оқып береді, радиодан оқылады, ән болып шырқалды. Осы өлең 10 жыл қазақ даласын тербетіп тұрды. Мен де қолыңызды бекер алып отырғам жоқ. Себебі Моңғолияда озат оқыған, жоғары білімді маман, онда да кез келгеннің еншісіне бұйыра бермейтін, қазақ баласы ілуде бір некен саяқ қызмет істейтін, әскери қызметте, әскери шені бар азамат, шеніне қарамай, тегіне, еліне, жеріне, ұлты мен жұртына деген махаббатын көрсетіп, ауылға келіп, қой бағып, қалың ұлт болып үйісудің жолындағы жасаған қадам деп отырсыз. Мұны осыған мен риза болып отырмын. Содан қысық айтайын. Не келдің деген сияқты шаруа ғой. Мынадан тағы бір өлеңдер болды қосымша. Соны жаздым да, сол кезде Моңғолияда жүргенде қаталысып тұрам. Смағұл Елубаевпен. Көшіп кел шырағым деп сөйтетін. Ол өзі Парасат журналының бас редакторы. Әкке жіберіп қойдым. Бір өлең, мені күтіп жатыр ені қасқа жол апарады, Моңғолыма баста бол деген сияқты наласы кең. Соның үшін Қазақстанға келіп не көрдім деген бір өлең. Не көрдім деген. Дүние қорыпты, арал су алыпты, орыс басып алыпты, қазақ деген аты қалыпты. Намаз өсіген нәрлерді шошқа жатып алыпты. Қыздардың шашын қырқып тастапты, Сарыарқаны танымайсың үйтіп тастапты, найзаның күшімен қорғаған далаңды орыстар жыртып тастапты деп басталатын. Сұмдық өлең. Радионың арқай ондан етпей қояқ, нәпсіге жаман. Әкінші бердім, сөйтсем, сол Марат Қабанбай деген кісі сол жерде қызметкер екен, соның қолына түседі. Сол қалған өлеңдерді оқиды. Ол өлеңдер сол кезде ақын еместің ғой, көрдің ба? Ширығып кеттім ғой. Сонан дейді, сол Марат Қабанбайдың жарықтық мен туралы жазғаны бар. Мына өлеңді жазған жігіт деп сөйлейді. Ауданда қой жайып жүрген дейді. Құдай, мына бір ауданның, бір облыстың, бір республиканың емес, бүкіл бір ұлттың маңдайына жазылмайтын жігіт қой дейді. Сон хат жазып жіберді. Ей шырағым, Тарбағатай сен отыратын ауа емес сияқты ғой деді. Кел деп сөйтті. Сосын қайда барайын дедім де, сөйтіп отырғанда олар кімге сөйлеседі, қауым бастықтың бастығы Қалдарбекке. Найманбаевқа. Сосын Қалдарбектен хат келді. Ей шырағым, келіп кетші деген. Қатты алып арсалаңдап жеттім, қой тыстай сап. Сосын арсалаңдап жетіп, деп алматыны көріп, бұлай сақтасын бүйтіп жүрім. Сосын
Сен бекен қайда тұрсың қазір мына кісі деп жаңағы қалдырып келіп барса қалдырып ұмытып қалыпты. Неме еді, кім еді, қалай еді, кім еді, хат жазып жүрмін ба мен сізге дейді. Хатты көріп, ой мынау әлгі біреу екен ғой деп сонымен сен түстен кел, мен сені мына Алматыға орналастырайын деп сөйтті. Түстен келсем бір ақсақал келді, дәу. Сөйтсем мына Кәрім Мәсіптің әкесі Қажымқан екен. Ол кир заводта директор. Сен мына баланы ал деді. Мынау қазақтың маңдайына біткен жігіт деді. Сен мынаған үй тауып, жатақхана тауып бер деп сөйтті. Сонда әкенің қанжығасына Боралдайға бардым. Кірпіш заводына жарықтық. Қажымқан ағамыз жақсы кісі ғой. Өзі Қытайдан келген байқұс. Шәуешекте тұрған екен әңгімелесіп жатырмыз, ары бері сүйіп айналып мынау. Сосын бір жатақхана берді. Әкесі. Сосын сол кезде таңғалам. Мына қазір мына бір этностардың бір өзінің бір әкелген нелері бар. Қытайдың қазағы бизнес әкеліп жүр ғой. Моңғолдың қазағы күлді Қазақстандық барлық мебельді күні бүгінге қолын ұстап отыр. Мебельді. Сол кезде ана кісі Қытайда мебель жасайтындарды әкеп, мебель жасатып жатыр. Соған жұмысқа бір Монғолиядан келген бір кісі қазақты алды. Сол мебель үйреніп бүкіл Қазақстанға таратты. Сол жерден шығып еді. Ана көрдің бе, бір епке сеп дейді ғой. Сөйтіп сосын ауылға бардым. Барсам қойымды алмайды. Сөйтіп қойды қуалап жүргенде жаз өтіп кетті, күз өтіп кетті, қалып қойдым. Сөйтіп жүргенде аудандық газетке мақала жазамын. Бір күні аудандық газеттен сен шырағым келесің бе деп шақырды. Бардым. Барсам жауапты хатшының орны тұр екен. Газеттің екенін білмеймін. Ол кезде 90 жылдар ғой. Немен басады? Сен білесің ғой, серігін қорғасындырмен. Құдай жағын күрс, тарс. Клише, литер дегендер бар. Литер дегенмен. Итен басып жатыр, жауапты хатшымын. Енді жауапты хатшы не істеймін? Мына ақ қағазға жаңағы әкетсем ғой. Мына өзімнің қандай оқығанымды саған қызықтайыншы. Әкетсем, сол кезде мынандай мысалы 400 мақаланы бүйтіп тастам ғой. Енді мен мұны жаңағы ротаның қорғанысын картаға сызып үйренген кісімін ғой. Рота 300 метрге қорғанады, мен 3 сантиметрге сызам. Ойыма келе қалды әкім сызып шықсам, дұрыс болды. Сен мұны қайдан білесің дейді. Мен енді оны айтып жатам ба, енді байқамай сызып қалдым дедім. Содан көрдің бе? Одан кейін мен сөйтіп жүргенде бір күні мына Жезқазғанға бір қиын кез ғой. Жайрам деген жерге темір жолшы болдым. Соны қарап тұрсам, мына темір жолды өлшейтін бір нелер бар. Сулар бар, қисайтып бүйтіп жүрген бәрін өлшеп жатыр. Мен зеңбіректерді ату үшін бәрін былайын өлшейді, қайтып зеңбіректерді бағыттау үшін үлкен приборлар бар. Соларды аймен, күнмен, әлеммен өлшейміз, ракетаны ату үшін. Яғни ойыншық екен. Мына былай өлшейді деп айтам ғой. Сен қайдан білесің дейді. Сонда түсіндім, Құдай тағала маған бір дұрыс оқытқанын. Міне сөйтіп Қазақстан. Қалай жерде септігі тиді? Тиді. Одан аудандық газетте жақсы дедім. Аудандық газетте істеп жүрдім. 95 жылы болды. Сөйтіп жүргенде, ойбай. Жаңа қалда бара алмадым жаңа кімге, Қажымқанға. Ойбай астына көшет деп сөйтті. 97 жыл осында келіп алдым. 97 жыл. Ешкім жоқ, Құдай сақтасын, масамен алысып жатырмын үшін жалғыз. Енді сонда қызы қайдан серік. Аллаға шүкір ғой. Біз анау дейміз ғой. Бұл жақсылықты білмейтін кісінің сөзі. Автобусқа кіріп келемін де Қазақстан айым ұзақ болады. 90 жыл. Сонда бір автобус ішінде 20 кісі болса, 5 қазақ табылмайды ғой. Істейтін жұмысым қазақ. Сосын магазиндердің алдында отырам. Шығып жатады, бүйтіп отырам. 20 кісіден бір қазақ спун етіп шыға келеді. Статистикалық барлау жасаймын. Барлау жасаймын. Ай, ол кезде одан қазір қайда жақсылықты көрмейміз ғой. Дүние көбес көрді ғой, Құдай сақтасын. Сонымен 97 жылы мына жерде газет ашылды, Астана ақшамы деген. Әкке конкурсқа түсіп өтіп кеттім. Құдайдың маған берген бақыты осы. Содан өтпей қалса мен құрылыс жоқ кетер едім. Міне, Серік, Құдайға мыңда бір рахмет, саған жолықтырып отырған, еліне жолықтырып отырған. Жаман болсам өзімнен. Балдық қиындықтар. Айтайын болсын. Неге болды деген жалпы мына қазақтың келген мәселесін сен сұра. Мен сұрағым келіп отырғаны. Айту ғой айналайын. Сұрағым келіп отырғаны, міне Аллаға сансыз шүкіршілік, еңсемізді тіктеп, есімізді жиып, етек жеңімізді егемен ел болдық. Биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығы деп отырмыз. Бірақ адам қайырылып артына қараған кезде кедір бұдырын, кем кетігін, артықшылығын аңғарады. Оның үстіне сіз сияқты көзі ашық, көкірегі ояу, нағыз ұлтым деп ұран көтеріп жүрген азамат
көп нәрсені артығырақ байқайтын сияқты. Сол үшін сұрайын дегенім, әрине біздің жақсылығымызды, артықшылығымызды ешкім тартып ала қоймас, бірақ осы 30 жылда орны ойсырап тұрған ұлт ретінде ұпай жоғалтып ұтылған жерлеріміз ретінде нені айтар едіңіз? Тіл мәселесі. Көзге көрініп тұр. Екінші, ұлттық рух. Отарсыздандыру процесі жүргізілмейді. Себепте, сондықтан не бар? Серік. 23 жасында Сұлтанмахмұт Торайғыровтан ағаң болған сенің. 23 жастағы, 22 жаста былай дейді. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып кім болам дейді. Кім болмағанда кім болам дейді. 22 жастағы бала сөйтіп тұрғанда мен кіммін? Мен неге кім болмаймын? Неге? Да, ақша сұрамадым. Келгел дерег жинадым. Отарлау процесімен. Сөйтіп, қазақ қалай отарланды деген 400 беттік кітап жазып шықтым. Мені қандаспен келген қазынаның бірі осы деп болады. Сөйтіп мен халқым, сол деші 4 рет басылды. Шымкентте деген оқымаған адам жоқ, бәрі оқиды. Соның ішінде жалпы отарлау деген нәрсені біздің жаңағы не дейміз ғой, отарлау деген үлкен процесс бұл. Ол тек жеріңді, тіліңді, мінезіңді, дәстүріңді, малыңды, тіпті дініңді, руханиятыңды, бәрін отарлайды. Толық отарлау деп айтады. Соны детальмен жаздым. Және 1480 источник алдым. Не қайтып алдым да, тапқан таяғымды осыған салдым. Бір қызы Ресейдің қазір барлық нелер ашық. Отарлау кеше кеңестік кезеңде ғана емес, одан тым әрде басталған ғой негізі. 500 жылдың алдынан бастаймын. Ең алда ең бірінші қазақ даласын жүргізген экспедициялар деп бастаймын. 1551 жылы мына жаңағы ол кезде Петров жасақталған Черкесский экспедиция деген болған. Ол өзі Черкесский құмық кісі. Ағылшынды оқыған, сосын крестьянның қабылдаған. Осы экспедиция Қазақстан көкте өтіп Қиуаға барғанда 5 кісіні тоққанмен қырып тастайды ғой. Осыдан бастап қайтып жаңағы бұқар несі деген бар, экспедиция істейді. 1771 жылы ертісті өрлеп деп отырмын ғой, ертістің сөйтіп отырмын, Павлодарға келеді. Сосын Павлодардан өтіп барады, Ямшипка деген жер бар, қазір Жәміш деп айтамыз, сол жерге қорғаныс салады. Сол жерде Потаниннің әкесі сол кезде не бастап келген, Потанин сол жерде туады. Сосын арғы процестің бәрін, олардың картографиясы бар. Мен сізді сүйемін деп жүрген Потанин. Бұлардың картографиясы бар. Жасаған қалай қай жерге нені қоямыз, біткен сосын қазақ тілі бүкіл не етеді, дәстүрін зерттейді, дінін зерттейді, сонда айтады, мынандай дәстүр бар екен дейді. Бұларды алжастырып, мына дәстүрін мына жеріне өзгертіп жіберейік. Құйтырқы саясат па, деп, немістігі мен кітабыма саған берейін. Дейді, бұларда дін берік екен дейді. Дінді не ету үшін ата-бабаларына жаңа ас беретін қылайық. Соған ақша бөлейік. Соған Ояз барып отырсын, ана кімнің Ақан Серінің киносы бар ғой, соған Ояз отырады ғой жаңағы құлагердің астында. Сөйтіп осының бәрін отарлау процесі ақылды жүргізілген. Оның сыртында қазақтың қауіпті адамдар дейді. Бірінші нөмірі Тәттімбет тұр. Сатқындар дейді. Сосын енді жаңағы бүкіл қазақтар Потаниннің өзі, Пережебскийдің өзі, бүкіл Сементешкесінің өзі, бұлардың бәрі жаңа саяхатшы емес, қазақ зерттеушілер. Сосын ана кімде Тяньшанскийде сөзі бар. Мен дейді күнделігін оқыдым. Қытайдан асып келіп, ана Зайсан қаласында отырған указный молдадан дейді, қазақтардың құпия жинақталған документ алып шығып кеттім дейді. Оны орыс география қоғамына келіп тапсырады. Орыс география қоғамы осының бәрін басқарып отыр. Сол жерде жаңағы бүкілін ретімен сосын орыс география қоғамы басқарғаны олар қайтеді. Сенат құсқы, сенат ақша бөледі, ақша бөлгеннен кейін кәдімгідей процесс жүре түсті. Басқа осымен қоямын. Сол кезде Ресейде 2 армия болды. Біреу соғысатын армия. Финляндиямен соғысады, Жапонмен соғысады. Екіншісі тек отарлау үшін жасалды. Атты казак жасақтары. Орал жасағы, Жайық жасағы, Орынбор ат жасағы, сосын Жетісу ат жасағы. Түркістан ат жасағы дейді. Қазақ даласын отарлайды, атты әскерлер, казактар. Жерін өзі алады. Сонда көрдің бе, бүкіл күшті құрылым болды. Ешкіммен соғыспайды, тек қазақ деген қыру орындалған. Осыны кітапты беремін. Жарай ма? Бұл кітап болып шықты. Қалай аталады? Қазақ қалай отарланды? Қазақи қалай отарланды? 400 беттік. 400 беттік. Бұл кітап осы кеммен кетсін. Сосын тек мен ойладым. Осы арқылы қазақ өйткені бізде жаңағы бір жасқан шақтық болды ғой, Ресейдің, сосын осыны оқу нетпеді, бірақ Аллаға тәуелсіздігім, сосын жазып шықтым. Екінші бір кітап жаздым. Қазақтың атбек үлкен өр деген.
атбек үйгөнү. Өйткені бұл жақсы. Енді анада мен тарихи сананы жаңғыртпақпын ба? Мынада генетикалық сананы жаңғыртпақпын. Қазақ санасы деген жылқы. Қазақ жылқыға қарап айтатын ғой. Мынандай жылқы ғой, мынандай жылқы ғой, мынандай жылқы, мына тұқым тегі мынандай ғой. Жаңағы демек біз мына жерде толық қазақ болу деген концепция керек. Дәстүр салт бол бәрі. Ал тілдік мәселеде сізге мына мысалды айтайын. 48-ші жылы Палестин жерінде Израиль мемлекет орнады. Израильдің тілі осыдан 2000 жыл бұрын жоғалып кеткен. Жоқ, адам баласы білмейді. Бірақ Тора сақталып болған. Ең бірінші Тораны көтерді. Бірінші әріп не деп тұр? Ха-ми-ал дейді. Не деген сөз дейді? Бірінші әріп салам дейді. Сәлем беріп тұр екен. Екі сөз не дейді? Яхмен дейді. Береке деген сөз екен. Сөйтіп өлген тілді қайта тірілтті. Серік, бұл неден көресің? Халықтың бірлігімен, ол арманы. Ел болсақ деген, енді серік. Былай, тәуелсіздік деген мемлекеттің тәуелсіздігі, ол тәуелсіздік емес. Нағыз тәуелсіздік, каждый адам тәуелсіз болып, бәріміз құрала, тастай домалақ тәуелсіздік пайда болады. Сен ойлашы, бұны құқық дейді. Шешен халқы 2 миллион. Шешен тілін білмейтін ешкім жоқ. 1 миллион шешен халқы. Мысалы, мен кеше нені сараптама жасап шықтым. Неден? Мына Токио Олимпиадасында күрес түрлерінен. 67 килограммға 5 салмақтың 5 балуан бірінші болып тұр. Сайдуллаев тұр, шешен. Македониядағы шешен. Ирландияның атынан күресіп шыққан шешен. Италияның атынан күресіп шыққан шешен. Кавказдың халқы. Түсінің бе? Және тілін біледі. Бұл сондықтан қазақтың рухын тазартып, рухын көтеріп алмайынша тәуелсіздік баянды болмайды. Сіздердің оян намыс деп ұран көтерулеріңіздің негізі осында жатыр ғой. Ең бірінші ұлттық намысты оятайық деген, Есіңізде болсын, дүниеде жалаң ұран деген болады. Бұл жаңа коммунистерге тән нәрсе. Ол халықты тобырландырылып алады да, сол тобыр жетектеуші қолданылатын амал. Мысалы, қазір бізде қолданылып жүр сол. Өйткені біздің қазір басқару жүйе, өйткені сол жаңа коммунист партияның жүйесінің негізгі жаңа тәуелсіздік деген өзгерген түрі ғой. Демек, Серік, мен саған айтайын. Мен бір шекарамыз шегенде болдық. Сонда ең бірінші әрбір қазақ жігіті тағдырына риза болса, атаңа деді, қазақ болып туылдым ғой. Мен неге қазаққа не істеймін деген. Сарыққа пайдаланса. Екінші, әрбір қазақ бірлікке ұйысса, мақсатқа тоғысса, біздің құрып тұрғанымыз мақсат пен бірлігіміз тоғыспайды. Саналық алуандығымыз әртүрлі. Шымкенттің қазағы бір түрлі ойлайды, Көкшетаудің қазағы бір түрлі ойлайды. Сосын ғой, бұл жерде генеалогиялық тұтастық деген болады. Сен маған үлкен тай қазанға су қойып қой, мөп-мөлдір әдемі ғой. Осыған бір кішкентай бай қосып жібер, қызыл. Одан көктен қосып жібер. Одан бір уыс қара қосып жібер. Қандай түс шығады? Қазір Қазақстанның демографиясы да, руханияты да осындай әлі тұндырылмаған. Тұндыру әрекет жасалмаған. Сол тұндырылмаған қазанды отымыз екен, ассамблея деген сол. Оның үстіне әртүрлі қоспа дейсіз ғой. Қоспа, түсініңіз, осын тұндыру керек. Сосын есіңде болсын, анауды мынау дейміз ғой. Мен шынын айтайын, бізде қазір жалпы ел болудың бір әртүрлі шарттары бар. Мысалы, Кавказдың халқы күшпен ел болады. Болмады ма, сындырат кетеді. Бізге ол жүрмейді. Бізге демократияда жүрмейді. Бізге не жүреді? Мәміле жүреді. Өйткені қазақ халқы осы ғасырда мәмілегерлігінің, ақылдылығының арқасында келген. Мына жақта жоңғар деген халық болды. Орта ғасырда. Жоңғардың өзі халқы бізде аз. Дүркіреп соғысады екен байқұс бейшара. Мына жағынан Қытай, мына жағынан орыс айдап ұстады. Сол жоңғар жоқ. Олар бізден батыр болған. Неден? Олар батыр, бірақ мәмілегер болмады. Қазаққа орыс келе ме? Жарайды, ана алыңыз, балама тиіспеңіз дейді. Аман қалайыншы деген үміт. Мәғал. Жарайды, сөйтіп, осы мәмілегерлігіміздің, сабырымыздың арқасында Құдай мына жерді сақтап берді. Айтпаса таңбасы қазақтың жерді қорғап алды десем, сенбеймін. Құдай сақтап берді. Назарбаев шегендеп берді. Қазіргі істейтін жұмыс Назарбаев жамандау. Бірінші шүкір етуді үйренейік.
Екінші, өзіңді сүйре. Үшінші, Аллаға шүкір, мен жаңа 2 кітап жаздым деп отырмын ғой, отарлау туралы. Маған ешкім тиіскен жоқ қой. Қарашы, соны жаз, соны бір Қытайдан келген қазақ шығарып бере салды. Тағы бір кітап жазып жатырмын. Қазіргі заман қалай отарланып жатыр деген. Отарланып жүрген. Ол орыстың отарлануы, қазір бүкіл әлемнің отарлануы жүріп жатыр. Қайтесің түсірсіз. Сіздің қазақ радиосы биыл өзі ғасырлық тойын атап өткелі отырған ұлттың үн байрағы ғой. Қазақ радиосына берген сұхбатыңыздан естіп қалдым. Мына Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, ұлт көшбасшысы, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыруы бізге шын мәнінде нағыз дер шағында керек кезінде жазылған бағдарламалық мақала деп. Бірақ біз осы рухани жаңғыруды бір жаңағы өзіміз айтқандай, артық айтсам тілім жазық та әрине, бір жалаң ұранға айналдырып жіберген жоқпыз ба? Оның себебі қалай іске асыруды білмегендіктен. Егер қыздың жиған жүгіндей рет-ретімен болу керек еді бағдары. Егер сіз ауылда өстіңіз ғой. Иә. Сізге қазір бір құнанды жығып салсын да, осыған де жүрек жүйесіне шеге тигізбей тағала десін. Тағалайсыз ба? Өйткені сондықтан ана жығылған құнанды тағалайтын адам керек. Тағалайтын адам керек. Сондықтан бұл концепция жақсы. Шіркін-ай, бізде екінші бір жаңа құртып тұрған жемқорлық қой, жаңа ақша бөлінеді. Сол ақшаны жаңа игеру мәселесінде жаңа тұрмыстық деңгейде қалып қойды дейсіз ба? Игеретін адамдар руханиятқа қатысы жоқ менеджерлер. Иә. Ал ақшаны тез игеріп айтып тұрсын, сосын бізде бар ғой, сұмдық біз бір құртқан нәрсе, уақыт. Бір бағдарлама шығады, мен бағдарламаны алып отырмын, іске асырамын деп. Науқандық. Бағдарлама іске асыратын ақша, бағдарлама орындалып 2 ай қалғанда бөлінеді. Алдын 6 ай мен қарап отырмын. 2 айдың соң опыр-топырын шығарамыз. Деп сөйтейміз. Көрдіңіз бе? Бұл әдейі істеліп отырған отарлаудың бір түрі осы. Жақсы, негізі мына бір арқаны кеңге салып, бір келелі сұхбат құрған кездесу болды. Әттеген ай сол біздің эфирдің уақытысы елеп екшеулі. Осыңыз жетеді. Әйтпесе, мәселен сіздің мына аттың сыны, аттың бабы, себебі қазақ жылқы қазақтың жаны деп айтамыз ғой. Бұл туралы Алла нәсіп етсе, алдағы бір сұхбаттың еншісіне қалдырайық. Ал мына ұлтым, жұртым деп, ішкі жан айқайыңызды, жүрген жеріңізде, мінбер арқылы, мынау бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халқыма болсын, қазақ маман болсын деген нағыз ұлтшыл пейіліңіз үшін сізге шын мыңда бір рахмет. Жаңа жазған, сызған дүниелеріңіз менің өз басым өшпейтін із, өлмейтін мұра деп есептеймін. Әлжан айтып қалдыңыз, 400 беттік қаншама жылдық зерттеу жасадым деп. Соның өзі мына хабарымыздың атына сай, қандаспен келген қазына деп қабылдадым. Сондықтан жазарыңыз көбейсін аға.